Барлықтарыңызға ассалаmu алейкум. Бүгін осындай өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін балды торт жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 2 ас қасық балға, 1 чай қасық сода саламыз. Қайнап тұрған ыстық водяной баняға қоямыз. 200 грамм қантқа 4 жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырамыз. 100 грамм еріген сары май қоямыз. Араластырамыз. Балды массамызды аппақ көбік болғанша араластырамыз. Жұмыртқасы бар массаға құямыз. Жақсылап араластырып, оны қосып жұмсақ қамыр илейміз. Өте жұмсақ, қолға жабысқыш қамыр болады. Кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Бетін жауып, морозилікке жарты сағатқа саламыз. Дайын болған қамырларымызды жақсылап жұқа етіп жайып, вилкамен тесіп, 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Кольцоның көмегімен кесіп аламыз. Барлығы дайын болған соң кремін бастаймыз. 1 банка варенка, 1 банка сгущенка, 200 грамм сары май, 100 грамм сливки. Барлығын қосып болған соң миксердің көмегімен жақсылап барын араластырамыз. Кремі дайын болған соң тортымызды жинаймыз. Шетінен кесіліп қалғандарды осылай блендерге салып ұнтатып аламыз. Немесе оқтаудың көмегімен ұнтақтап алсаңыздар болады. Тортымыздың жан жағына, үстіне осылай сеуіп шығамыз. Тортымыз дайын. 7-8 сағатқа холодильникке саламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.